Қазір сіздерге қойма басшысының, яғни складтың арасындағы товарлардың реттіліктері туралы сіздерге түсіндіретін боламын. Яғни пересортица, мысалға қараңыздар. Пересортица деген мысалға ауылым домалақ орташаның ішінен мамырлы домалақ орташа шықты деп есепке алайық. Балдар товар түсіру жағын кезінде балдар қателесіп бір коробканы араластырып жіберді солайынан. Екеуі екі бөлек орында тұрады. Енді оларды мысалға по базе солай есепке алып өлшеп қоятын болса, оны базаның ішінде ауыстыру керек болады. Яғни ауылым домалақ орташаны мамырлы домалақ орташаға ауыстыру керек болады. Бұл пересортица запасов деген сондай болады. Мысалға тапсырыстарыңызда кейін ауылым домалақ орташа 0 болып тұрады да, базада 15 кг көрсетіп тұрса, ал мамырлы домалақтан базада 15 кг деп көрсетіп тұр, бірақ жаңағыдай фактически ол бізде жоқ болатын болса, онда пересортица жасалынатын болады. Егер де қателескен жағдайларда, мысалы қараңыздар, в основном бізде кейде сынық құрттарды біз пересорт жасайтын боламыз. Өйткені ауылым, қараңыздар, мына жерде таблетка кішкентай менен таблетка үлкеннің орнын ауыстырғанбыз. Яғни 6 кг 50 грамм. Және де ауылым сықпа орташадан бізде бір 6 кг 650 граммдай ауылым сынық шықты. Сондықтан ауылым сықпа орташадан біз ауылым сынықты бөліп алдық база бойынша 6 кг 600 граммда. Ол үшін мысалы сіздер новыйдан жаңағыдай создать етесіздер тоже. Создать етесіздерді корреспонденция деген жерге внутри компании таңдайсыздар. Енді компанияның ішкі жалпы товарлардың алмасып кетуі қателігі. Запасыды басасыздар да, осы жерде подобрать етесіздер. Мысалы кез келген, қараңыздар, жаңғақ орташаның ішінен бір где-то 10 килограмм жаңғақ орташаның ішінен 10 килограмм бізге мысалға ауылым жаңғақ таблетка шықты деп есепке алайық. Осының үстінен басасыздар. Сол кезде мысалға жаңғақ орташадан килограмм азаяды, мынаған 10 килограмм қосылатын болады. Жалпы пересортица деген осы болады. Қазір енді мен бұны сақтамаймын, бұл өте маңызды нәрсе.